Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі болып шығатын красный бархат тортын жасаймыз, яғни қызыл мақпал тортын. Бұның жасалуы негізі сан түрлі, маған ұнаған өте дәмді, аузда еритін рецепт болып шығады. Маған осы рецепт ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал видеоны соңына дейін көрейік. Бізге керекті заттардың барлығын мен описанияға қалдырып жазамын. Біздің барлық заттарымыз, яғни бөлме температурасында болу керек. Ол маңызды. Майымыз, айранымыз, жұмыртқамыз және де осындай тағамға арналған гельде барлығы жылы болу керек. Тағамға арналған, яғни бояғышты бір қасық саламыз. Араластырып қойып қоямыз. Мен араластырып қойдым. Жарты қасық салсаңыздар жеткілікті, өйткені қатты қызарып шығады. Мен яғни гель бояғыш пайдаландым. Құрғақ бояу пайдалансаңыздар да болады. Яғни гелевый красительдің пайдаланғандарыңыз, ол сіздердің бояуларыңызды қатты көрсетеді. Яғни құрғақ пайдаланатын болсаңыздар, ол кішкене ашығырақ болады. Сол себепті осылай құрғақ заттарымызды араластырып қоямыз. Ұнымыздың үстіне какао ұнтағын саламыз. Қопсытқышымызды саламыз. Және содамызды саламыз. Барлығын араластырып дайындап қоямыз. Енді біз майымызды әппақ болғанша араластырып аламыз. Яғни 4 минут араластырсақ жеткілікті. Енді біз қантымызды салып араластырамыз. Аз-аздан салып араластырамыз. Енді жұмыртқамызды бір-бірден салып араластырамыз. Тұзымызды салып, ванилин қант ұнтағын саламыз. Бір қасық салсаңыздар жеткілікті. Дайын болған біздің массамызға, яғни жаңа дайындаған айранымыз бен құрғақ ингредиентімізді саламыз. Електен өткізіп, енді үстіне бәрін құймаймыз. Осылай бөліп, мінекей біздің тортымыздың массасы дайын болды. Мінекей дайын болды. Осындай бізде масса шығады. Сұйық емес, қатты қою емес. Енді осыны формаларымызға салып пісіріп аламыз. Осылай өлшеп алсаңыздар болады. Карандашпен сызып өлшеп алсаңыздар да болады. Осылай да болады. Мен үшеу қылам, 3 қож қылам. Сол үшін барлығын бірдей қылып салып аламыз.
Мінекей мен барлығына бірдей жеткілікті етіп салдым. Әр қайсысына 10 қасықтан, үлкен қасықпен 10 қасық салып шықтым. Және осылай домалақтап бір тегістеп шықтым. Қазір кішкене төбесі көтеріліп кетеді, оны біз алып тастайтын боламыз. 160 градуста 20-25 минут пісіреміз. Міне біздің қождарымыздың барлығы пісті. Өте әдемі болып шыққан, жұмсақ болып. Енді толықтай суытамыз. Енді біз крем дайындаймыз. Салқын кілегейімізді сәл араластырып аламыз. 2-3 секунд араластырдық. Енді үстіне қант ұнтағымызды салып, тағы бір араластырамыз. Енді сүзбелі ірімшігімізді аламыз, яғни творожный сырды аламыз. Біздің креміміз дайын болды. Енді біз корждарымызды құрастырамыз. Осындай кондитермен қапшығымызға салып аламыз. Қалған бөлігін холодильникке қоя тұрамыз. Мінекей біздің корждарымыздың барлығы суыды. Мен осындай торттың астына салатын домалақпен өлшеп алам. Осылай жиектерін, шығып кеткен жиектерін кесіп алып тастаймын. Енді коржымыздың төбесі кішкене көтеріңкілеп тұр, соны алып тастаймыз. Корждарымыздың бетінде мысалға осындай кішкене шығып тұрғандарды қазір әсемдеуге пайдаланамыз. Сол үшін бұны тастамаймыз. Тортымызды жинастырамыз. Торттарыңыздың сулы болғанын қалайтын болсаңыздар, яғни су мен қантты кішкене ерігенше сироп жасап алсаңыздар болады. Бұл яғни міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен осылай торттың сулы болғанын қалай, сол себепті мен осылай жасаймын. Енді жиегін осылай қойып шығамыз кремімізді. Яғни ортасына біз таң қурай тосабын жағамыз. Бұл міндетті емес. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ешнәрсе жақпай тек крем ғана жақсаңыздар да болады. Маған осылай жасаған ұнайды. Мен сол себепті осылай жасаймын. Қандай варенье бар, яғни малинадан басқа, клубникадан, шиеден, солардың кішкене сұйықтықтарын, сұйық бөліктерін құйсаңыздар болады. Осылай бір жұқа қылып бір жағып шығам. Бәрі өз қалауларыңыз бойынша. Қалған бөлігіне крем жағамыз. Креміміздің екінші бөлігін саламыз.
екінші коржымыздың үстіне де дәл солай қайталап шығамыз. Жарты сағатқа холодильникке қоя тұрамыз. Енді біз қалған кремімізді жағып шығамыз. Мінекей біз толықтай барлығын жағып болдық. Енді бағанағы қалған корждарымызбен әсемдейміз. Бағанағы корждарымызды кептіріп қойдық. Енді осыны біз қазір үгітіп аламыз. Қолмен үгітсеңіздер де болады, салфанға салып үгітсеңіздер де болады. Мінекей мен толықтай үгітіп болдым. Енді осыны жағып қоршап шығамыз. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Осылай әсемдесеңіздер болады.